Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен Орео пирогының оригинал рецебін түсіретін боламын. Өте дәмді ерекше пирог, мастер-класстағы пирогтың рецебін түсіремін. Видеоның соңына дейін міндетті түрде қараңыздар. Пирогымыз өте дәмді, ерекше, жұмсақ болып шығады. Қажетті заттарды описанияға жазамын. Алдымен бізге бөлме температурасында жібіген сары май қажет болады. Оған қант ұнтағын салып, миксермен араластырып аламыз. Одан кейін какао, кукурузны крахмалымызды, жұмыртқаны салып, жақсылап барлығын араластырамыз. Ұнға қопсытқышты салып дайындап қойдым. Белгіленген мөлшердегі ұнға барлығын салып араластырамыз. Айтпақшы достар, келе жатқан жаңа жылға менің каналымда көптеген рецепттер бар. Жоғарыға көрсетіп кететін боламын. Соның бірі елка пирогы, өте оңай жасалады және дәмді шығады. Жасап көрсеңіздер болады. Енді ұнды салатын кезде миксердің қажеті жоқ. Осындай қалақшамен араластыруымызға болады. Немесе бірден қолымызбен араластыра береміз. Ұнды шетінен салып араластыруымыз қажет, себебі ұнның мөлшері кішкене көптеуде болып кетуі мүмкін, немесе аздауда болуы мүмкін, ұнның консистенциясына байланысты. Осылай жұмсақ қамыр шығады бізде. Бұл жерде біз морозильникке, холодильникке қамырды салып жатпаймыз, бірден дайындайтын боламыз. Тек қана кішкене бөлігін осылай алып, оны морозильникке салып қоя тұрамыз. Ал оған дейін рецептім ұнап жатса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаймыз. Ал енді формамызды майлап, астына пергаментті төсеп, жаңағы тестаның үлкен бөлігін салып, жайып шығатын боламыз қолымызбен біркелкі етіп. Мінекей тестамызды салып болдық. Енді начинкасын дайындайтын боламыз. Творогқа қантты салып, жұмыртқаны салып, қаймақты салып, барлығын погружной блендермен езіп аламыз. Бұл жерде қанттың орнына негізі қант ұнтағын қосқан жақсы. Осылай әбден езіп аламыз. Одан кейін Орео печеньесін алып, ұсақтап тураймыз. Немесе оны мешокқа салып үгітіп алсаңыздар да болады. Енді жаңағы дайындаған творогқа осы печеньемізді салып, араластырып, пирогымыздың үстіне құятын боламыз. Одан кейін морозильникте қатып тұрған тестамызды алып, терканың үлкен көзінен өткізіп, үстіне тестаны теркілейміз. Одан кейін қызып тұрған пеште 180 градуста 40 минутта пісіріп аламыз. Мінекей біздің пирогымыз дайын болды, өте дәмді болып шықты, маған қатты ұнады. Мен шыдай алмай бірден кесіп жатырмын, кішкене үгітіліп кетіп жатыр, әбден суытып барып кескен жақсы. Сіздер де жасап көріңіздер, ас болсын. Назарларыңызға рахмет, қош сау болыңыздар.